Ал тағы да ассалаумағалейкум құрметті достар, біз Барыс базарында жүрміз. Әдеттегендей Қаскелеңдегі бүгін видео шығады, екінші видео. Назарларыңызға әдемі көліктерді, таңдаулы көліктерді түсіруге тырысамыз. Ал сіздер астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып, арнамызға жазылып отырыңыздар достар. Ал кеттік бастаймыз. Айтпақшы, бүгін 27 август тамыз 2023 жексенбілік базар. Сонымен достар, келесі көретін көліктеріңіз назарларыңызда осындай қою қызыл түсте акцент жоқ Elantra екен. Hyundai Elantra, кешірім сұраймын, 2017 жылға екі қозғалыш көлігімен механика қорапта. Американдық нұсқада бұл автокөлік, өздеріңіз байқап көріп тұрғандай. Сұраған бағасы 8-2, саудасы бар дейді. Телефон номер назарларыңызға ұсынып қойдық. Билет салондағы осындай әдемі қималы дискісімен өздеріңіз байқап көріп тұрғандай Elantrалардың бірі базарда тұр. Қазір бұл Барыс базарында көремдеушілерге хабарласыңыздар, көріңіздер, көлік ұнап қалған болса. Дәл қасында Mitsubishi Lancer'ды көріп тұрмыз. 2013 жылға автомат қорапта 1.6 қозғалыш көлігімен темір дискіде. Бұл автокөлік темір дискі бар, қалпақ киісіп қойған. Өздеріңіз байқап көрсеңіздер. Сұраған бағасы 4-5, телефон номер осындай, осы номерға хабарласып көріңіздер. Велюр салонды бұл автокөлік автомат қорабымен артында мынандай спойлер киісіп қойыпты. Лансерға, Лансер сүйер қауым көріңіздер. Осы қазіргі таңда бұл Барыс базарында тұр бұл автокөлік. Ұнаған болса автокөліктің иесіне хабарласып қойсаңыздар болады. RX300 келесі көретін көлігіміз. Бұның бағасын біліп қояқ. RX300 6,5 сұрап тұр екен. 6,5 миллион. Телефон номерін көрсетіп қояқ назарларыңызға. RX300 Европалық нұсқа 220 мың жүріп тастаған дейді. Ешқандай салым жоқ. 3 қозғалтқышымен бұлғары салонда бұл автокөлік. Автокөлік жабық, ашып көрсетейік десек. Осындай жағдайдағы RX300-дің бірі базарда тұр қазір бұл Барыста. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Алдымызда 213 шанақтағы осындай шие түстегі, қызыл шие түстегі Mercedes-Benz-тарды көріп тұрмыз. 213 шанақта телефон номер назарларыңызға ұсынып қоямыз. Автомат қорапта. Бұл автокөліктің жағы қозғалыс көлемі белгісіз. 2-8 болуы мүмкін, немесе 3-2 болуы мүмкін. Осындай жағдайын жасап қойған автокөліктердің бірі екен. Ішкі Велюр салонда өздеріңіз байқағандай қазіргі таңда Барыс базарында тұр. Көлік ұнаған болса жаңағы номерге хабарласып қойыңыздар. Автокөлік көрініп тұр, боялған, бірақ соған қарағанда жағдайын жасап қойған. Сонымен достар, назарларыңызда Mitsubishi Outlander бұл қазір Барыс базарында тұр. Мына көлік иесімен хабарласып қойық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Осындай арты кең багажымен байқап қойсаңыздар Велюр салонда. Бұл автокөлік жайлы не айта аласыз? 2008 жылы. 2008. 117 пробег. 117 мың. Салоннан алынған европейс. 2009 осы Қазақстаннан алдыңыз. Қазақстаннан, Алматыдан салоннан алынған. Аха. Бір қолда болған машина. Аха. Бағасы 7 миллион 600. Ұрылған, соғылған жері ешқандай. Өзінің завод бояуымен бәрі іштен келіп. Ұрылмаған, соғылмаған дейсіз. Мынандай жер кішкене жарылып кетті пластиктар. Енді ол қалыпты жағдай деп ойлаймыз. Мінекей достар, бір көлік иесі дейді. Осы автокөліктің ұрылмаған, соғылмаған, шірімеген. Мына сервисінің книжкасы, обслуживание чектер бәрі тұр каждый. Осы Алматыда алынған дейді автокөлік. Енді автокөлік көрініп тұр, осындай ашық қызыл түстегі автокөліктердің бірі. Телефон номерін қазір назарларыңызға көрсетші берейік. Осы телефонға хабарласыңыздар. Жаңа көлік иесімен төбесінде рейлингі бар. Осындай кроссоверлардың бірі деп айтайық. Әдемі титан дискісімен қыстық резинада тұр бұл автокөлік. Өздеріңіз байқағандай. Mitsubishi Outlander. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, тағы да бір Camry көріп тұрмыз. 2014 жылғы свежий пригнан деп жазып қойған екен көлік иесі. 2-5 автомат қозғалышымен 9-8 сұрап тұр екен бұл автокөлікке. Осындай титан дискісімен қималы
телефон номер көлік иесінің назарларыңызда. 02 өңірімен көріңіздер. Көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Тағы да бір свежепригнанный деп жазып қойған бір Subaru Forester'ді көріп тұрмыз достар. 2021 жылға 06-23-те келген екен біздің елімізге. 2.5 вариатор дейді. Автокөлік 18.000 шақырым жүрген ғана. Тек қана. Енді телефон номеріне келейік. Телефон номер 837-366-17-18 дейді. 13 миллион 800 сұрап тұр екен, саудасы бар дейді. Бұл 21 жылға Subaru Forester автокөлігіне осындай әдемі қималы дискісімен велюр салондағы кроссоверлардың бірі. Қазіргі таңда бұл Барс базарында тұр, назарларыңызда. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Сонымен достар, тағы бір Camry көріп тұрмыз. 12 жылғы Camry 2.5 автомат 8.8 сұраған бағасымен телефон номер назарларыңызда. 23.400 жүріп тастаған дейді, толық комплектациясымен. Бұл автокөлік, өйткені бұлғары салонда тұр, әдемі қималы дискісімен. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, тағы бір RX 300 көріп тұрмыз. Әдемі осындай әдемі түсте 2001 жылға 3 автомат 6350 сұраған бағасы. Телефон номер назарларыңызда. Байқап тұрғандай 160.000 шақырым жүрген дейді. Толық жетекте, идеальный жағдайда деп қойыпты. Бұлғары салонымен бұл автокөлік 160.000 шақырым жүрген екен. Көп жүрмеген деп. Енді ескі көліктің былай айтқанда пробегіне көп адамдар сене бермейді, өйткені айландырып тастайды дейді. Ол да рас. Ондайда кездесіп жатады қазіргі кезде. Төбесінде мынандай әдемі рейлингімен бұл автокөлік Барс базарында тұр. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Дәл қасында тұрған тағы бір Toyota RAV4 көріп тұрмыз. Осындай кроссоверлардың бірі, әйгілі кроссоверлардың бірі. Бұл Барс базарында тұр қазіргі таңда. Осындай биік дөңгелегімен, қималы дискісімен тұр. RAV4 Long Sport деп жазып қойыпты. 2008 жылға 2.4 автомат қозғалышымен 8.300 сұраған бағасы, саудасы бар деп қойыпты. Телефон номер назарларыңызда. Бұлғары салондағы спорттық режимдағы RAV4-тердің бірі. Негізі достар, RAV4 өз басыма ұнайды, өте жақсы автокөліктердің бірі. Толық жетектегі осындай әдемі рейлингімен тұрған базардағы көліктердің бірі. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласыңыздар. Сонымен достар, минивэн түсір деген кісілерге мына жерде 17-ші өңірімен телефон жағы несімен тұр. Ipsum 240S деген комплектациясымен автокөлік минивэн 7 орындық. Осындай әдемі титан дискісімен сұр түстегі осындай жағдайдағы автокөліктердің бірі. Енді бағасына және жағдайына келіп тоқтайық. 2.4 автомат екен. 6.5 сұраған бағасымен телефон номер назарларыңызда. Өздеріңіз байқап көріп тұрғандай велюр салондағы 7 орындықтардың бірі. Автокөлік жабық тұр. Қазіргі таңда бұл Барс базарында тұр. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Хай достар, сонымен Camry осындай Camry 077-02 регионымен өздеріңіз байқап тұрғандай Европалық нұсқадағы 2018 жылғы Camry 70-тік 2.5 қозғалыш көлемімен 13.8 сұрап тұрған бағасымен 80.000 шақырым таптап жүріп тастаған дейді бұл автокөлік. Өздеріңіз байқағандай осы номер телефонына хабарласып қойыңыздар. Бұлғары салонда толық комплектациясымен бұл Camry 70-тік қазіргі таңда Барс базарында тұрған жағдайы бар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Сонымен достар, Honda CR-V осындай әйгілі CR-лердің бірі. Европалық нұсқадағы 2001 жылға қозғалышы 2 қозғалыш көлемімен автомат қорапта. Телефон номерін ғана қалдырыпты мына жерде. Осы номерға хабарласпаңыздар. Осындай Honda-ның ішіндегі әйгілі кроссоверлардың бірі. Төбесінде рейлингі бар. Сол жақ рулімен, автомат қорабымен осындай рулдің тұсындағы қималы дискісімен қыстық резинамен тұр бұл автокөлік. Көріңіздер, көлік ұнаған болса
хабарласып қойыңыздар. Құрметті достарым, бүгінгі екінші видео осымен тамам. Барыс базарындағы видео маған болса, астына лайк басып, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға жазылып және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Ал біз бұйырса үшінші видеоға кеттік.